Сәлем достар. Бұл өмірде бәрі Алланың қалауымен. Біз қалаймыз, Алланың өз қалауы бар. Біз жоспарлаймыз, жаратушының өз жоспары бар. Неге адам қалауы бола бермейді? Себебі Алла бізге нені жақсы, нені жаман боларын біледі. Себебі жаратушы әл-әлим бәрін білуші, терең білім иесі. Әр нәрсені толық біледі, және де ол білмейтін нәрсе жоқ. Алла тағала білушілердің білушісі. Алла тағала ғайыпты да көмексізгіне де біледі. Сіз тырысып, бірақ сізге бұйырмаған нәрсе бекер емес. Ол бір белгі Алладан. Жаратушы сізді қорғап тұр, бәлки сізге қайыры жоқ нәрседен. Ал терең білімді түсінбейтін пенде қайғыға салынады. Алланың рахымын сезінбейді. Сізді жаратқан жаратушы сізден сіз жақсы көретінді алып қояды. Себебі артынша керемет сыйлық бергісі келеді. Оған дәлел мына аят еді. Бір жек көрген нәрселерің сендер үшін қайырлы болуы мүмкін, және жақсы көрген нәрселеріңнің сендерге жаман болуы да мүмкін. Алла тағала біледі. Сендер білмейсіңдер. Бақара сүресі 216 аят. Пенде қаласа да қаламаса да сол. Алланың еске алуымен жүрек тыныштық табады. Рахат сүресі 28 аят. Жүрегі Аллаға байланған адам ақиқатты біледі, тағдырды біледі, тағдырға бағынады, бірақ даналықпен. Көп адамның қателігі сынақты дұрыс қабылдай алмайды. Дана адам сол сынақты құтылуға емес, ол сынақтан сабақ алуға тырысады. Өміріңді Аллаға тәуекел ет, бірақ қолыңнан келетінді жасауды ұмытпа. Бос жүрме, уақытыңды бағала, жұмыс жаса, еңбек ет, бірақ өмір сүруді ұмытып кетпе. Тағдырды жақсы не жаман жаққа өзгертуге адамның күші жетеді. Мұсылманның қаруы дұғамен.